Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді меренговый рулет дайындайтын боламыз. Ыдысымыз құрғақ әрі таза болу керек. Ақуызымызды сарысынан бөліп аламыз. Миксерді жоғары режимді бастамаңыздар, біртіндеп көбейтеміз. Ақ көпіршік болғанға дейін. Қантымызды бірден салмай 3 бөлікке бөліп миксерлаймыз. Қантты араластырып болған соң лимон сығындысын қосамыз. Қол миксермен 10 минутта птичий клюв болғанға дейін. Птичий клювымыз дайын болды. Енді кукурузный крахмалды қосып, асықпай асты үстіне басып алмай араластырамыз. Меренгамызды 2 бөлікке бөлеміз. Біреуі кондитерский мешокқа, формамызға тефлоновый пергаментімізді төсейміз. Кондитерский мешоктағы меренганы асықпай әдемілеп құйып аламын. Ортасына екінші жартысын саламыз. Үстіне әдемілеп фисташковый слайсты сеуіп шығып, 150 градуста пісіріп шығамыз 30 минут. Дайын болған меренгамызды тефлоновый коврикқа аударып аламыз. Астындағы пергаментті ыстықтай алып тастаймыз. Меренга 10 минуттай суы керек. Оғанға дейін біз кремімізға кірісеміз. Салқын кілегейімізді миксерлаймыз қою болғанға дейін. Қоюланған соң қант ұнтағын қосып қайтадан араластырамыз. Қант ұнтағы араласқаннан кейін крем чизімізді және креметтамызды қосып араластырамыз. Суып тұрған меренгамызға дайын болған кремімізді жағып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша малина не клубника сеуіп шығуға болады. Енді пергаменттің көмегімен біздің меренгамызды асықпай орап шығамыз. Қалған креммен бетін әрлеп шығамыз. Қалауыңыз бойынша мята қолдануға болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұржамал. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.